Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен өте дәмді баклажан салатын жасайтын боламыз. Баклажанды өз қалауыңызша турасаңыз болады. Мен осылайша сопақша етіп турадым. Баклажанды турап аламыз және оның үстіне жарты ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бұны 30 минутқа қойып қоямыз. Суын бөліп алу керек. Келесі енді болгар бұрышын тураймыз. Әркім өз қалауы бойынша тураса болады. Мен осылай ұзынша етіп турадым. Табамызды отқа қойып, оған аз ғана май құямыз, және де жаңағы баклажанымыздың суын сығып алып, қуырамыз. Осындай болғанға шейін қуырып аламыз. Енді болгар бұрышымызды жақсылап қуырып аламыз. Қиярымызды тураймыз. Мен қиярды ұзынша етіп турадым. Сіздер де өз қалауларыңызша тураңыздар. Сарымсақты майдалап немесе үккіштен өткізсеңіздер болады. Барлығын турап болған соң, салатымызға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және кориандр жарты қасық приправасын салып, жақсылап араластырамыз. Және де енді бір ас қасық соя соусын қосып, тоже жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз.